Сол жақта кездесіп, екеуі бұрыннан таныс адамдарша күліп, ашық жарқын сөйлесіп отыр. Екеуіне бүгінгі күн жетпейтіндей ғой сірә. Әңгімесі таусылар емес. Әңгімесі жарасып, әлі айтатыны көп. Айтқандай, уақыттың да қалай өткені белгісіз. Кеш болып қалды. Алмас қимай жібекті үйіне дейін шығарып салды. Міне сол күннен бастап екеуі бір-бірімен сөйлеспесе, көрмесе, даусын естімесе, ұйықтай алмайтындай хәлге жетті. Неткен бақытты кездер. Алмас жібектің барлық айтқанын жасайтын. Шын мәнінде ерекше ғашық болды. Күнде тәттілерін алып, жібекке келіп тұратын. Байдың қызы өз еркеліктерін көрсетсе де көтеретін. Себебі шын ғашық еді. Уақыт өте келе, сол ғашықтықты жібектің бағаламайтын болды. Күндегі әкелетін тәттілерінен жалықты. Себебі бір сарынды өмірден жалықты ма, оның Алмасқа деген сезімі біртіндеп су сепкендей басыла берді. Енді жібек бұрынғы әдетіне басып, менсінбеуді шығарды. Алмасқа сенің көлігің жоқ, маған көлігі бар, жағдайы жақсы жігіттер ұнайды дейтін. Соңғы кезде сөйлескісі келмей, қара тізімге де енгізіп тастап жүрді. Алмастың әкесі жоқ, тек анасы болатын. Соған қарамастан, көп ұзамай намысқа тырысып, қайдан алғаны белгісіз, жібектің алдына су жаңа көлік мініп келді. Көлікті көргенде жібек қуанғаннан Алмасты барып құшақтап алды. Енді Алмас жібектің жеке жүргізушісі сияқты алып жүрді. Күнде таңертең сағат таңғы 6-да, сонау 1 сағаттық орталықтан келіп, жібекті сабағына апарып жүрді. Сабағы біткен соң, қайта аяғын жерге тигізбей, үйіне апарып тастайтын. Жібектің аузынан не шықса, барлығын жасайтын. Ұялы телефон деп еді, оны да берді. Ғашық болғаннан барлық мінезін, еркелігін көтерді. Алайда жібек Алмасты бағаламады. Қанша тырысқанмен Алмасты қара тізімге енгізіп, Алмастың сезімін қайта қабыл алмады. Алғысы да келмеді. Өйткені сол уақытта жібек өзіне басқа бір жігітті тауып алған еді. Алмастан әбден жалығып, енді ғана тапқан жігітпен сөйлескен қызық болатын. Бірақ сол уақытта жібектің ойына өзінің бағын қолдан ұшырып аламын деген ой келмеді де. Тек сол уақытты ғана ойлайтын, сол күндермен өмір сүрді. Бірақ Алмас ештеңеге қарамады. Алған бетінен қайтпай жүрді. Күнде жібектің үйіне келіп тұратын.